бала кезің есіңде ме? Сен жиі түс көретінсің бе? Егер біреу сенен өскенде кім болғың келетінін сұраса, сен дәрігер, астронавт, немесе президент сияқты жауап берер едің. Бірақ кейін есейіп, басқа әңгімеге сене бастайсың. Біздің көпшілігімізге айтатын әңгіме мынау. Колледжге барыңыз. 0-ден бастап $30-50 жұмсаңыз. Сіз пайдалана алатын, немесе пайдаланбайтын дәрежені алу үшін, мүмкін, немесе мүмкін, жұмыс табу үмітімен, егер сіз осындай дипломмен жұмыс таба алсаңыз, бұл сізге барлық қарызды өтеуге көмектесе алмайды. Міне статистика. Еңбек жолын бастағаннан кейін 40 жыл өтсе де, 100 адамның 5-еуі әлі де жұмыс істейді. 36-сы қайтыс болды. 54-і банкротқа ұшырады. 4-еуі ауқатты, 1-еуі ауқатты. Бізге дәл осылай табыс дейді. Егер сен бұл бейнені көрсең, бұл сенің бір бөлігіңнің әлі де армандайтынын білдіреді. Сіздің ішіңіздегі бір бөлігіңіз әлі де бәрі басқаша болуы мүмкін бе деп ойлайды. Егер сізде арманыңызға жетудің жолы болса жақсы болар еді. Мен сенің бала кезіңді еске түсіргеніңді қалаймын. Сен аспанға қарап, болашағыңды армандаған кезің. Оның қандай болғанын есіңе түсір, сезін. Мен саған арманыңа жетудің практикалық және дәлелденген жолын түсіндіріп жатқанда, ашық ойлы бол. Бай әке, кедей әке кітабында Роберт Кийосаки бұл дүниеде ақша табудың 4 заңды жолын түсіндіреді. Ол оны түсіндіру үшін осы диаграмманы пайдаланады. Әрбір қызметкерді мансапта жоғарылауға үміттенетін компанияда жұмыс істейтін адамды білдіреді. Әрбір шағын бизнес иесін білдіреді. Бұл адам енді қызметкерден 2 есе көп жұмыс істей алады, және қызметкердің өзінен көп немесе тіпті аз ақша таба алады. Бұл әлемдегі адамдардың 97% осы 2 санаттың біріне жатады. Бұл санаты ірі бизнеске жатады. Бұл сіздің бас директорларыңыз және көпұлтты корпорациялардың иелері. Инвестор дегенді білдіреді. Бұл Уоррен Баффет сияқты ақшасы көп, ақшасы пайда әкелетін адамдар. Әлем халқының тек 3% ғана осы 2 санаттың біріне жатады, және бұл адамдар әрқашан осы адамдар үшін жұмыс істейді. Енді сіз белгілі бір адамның қай санатқа жататынын, оның ой пікіріне қарай әрқашан анықтай аласыз. Бұл адамдар қауіпсіздікке алаңдайды. Олар жай ғана отбасын қамтамасыз еткісі келеді. Қосымша жинап, өздерін қауіпсіз сезінгісі келеді. Бұл адамдар бостандықты ойлайды. Олардың қалағаны кез келген уақытта, кез келген жерге барып, кез келген нәрсеге қол жеткізу. Бұл адамдар үлкен жетістіктерге жетуде, колледжге түсу, содан кейін компанияда жұмыс істей бастайтын дәстүрлі бизнес үлгісін ұстана отырып, зейнетке шығу үшін сізге 30-50 жыл қажет болуы мүмкін, егер сіз мүлдем зейнетке шықсаңыз. Бай әке, кедей әке кітабында Роберт Кийосаки небәрі 3-5 жылдың ішінде 97%-дан 3%-ға өтудің 4 жолын көрсетеді. 3%-дық көрсеткішке жетудің бірінші жолы қор нарығын пайдалану. Мәселе мынада, оның тәуекелі өте жоғары, әсіресе қазіргі экономикада. Әрине, қор нарығында байып кетуі мүмкін, бірақ сіз ақша жоғалтуыңыз ықтимал. Табысқа жетудің екінші жолы жылжымайтын мүлікке инвестиция салу. Жылжымайтын мүлікке де байып кетуге болады. Бірақ мәселе мынада, сізге бірнеше үй сатып алуға жеткілікті ақша керек, ал ешкімде ондай ақша жоқ. Үшінші идея, данышпан идеяны ойлап табу. Марк Цукерберг, Facebook, Стив Джобс және Apple ойлап тапты. Және сіз келесі Марк Цукерберг бола алатын болсаңыз да, шынайы болайық. Мүмкін олай болмайды. Бұған жетудің 4-ші жолы желілік маркетинг. Сіз желілік маркетинг туралы естіген шығарсыз, және бұл туралы пікіріңіз бар шығар. Ол туралы басқа ештеңе білмей. Бұл планетадағы ең жылдам дамып келе жатқан сала екенін біліңіз. Бұл саланың жылдық айналымы $200 миллиард құрайды. Мен саған көрсететін компания
.net. Кнет 1998 жылы 7 қызметкермен құрылған. Осы вақытқа дейін әлемде 11 миллионнан астам адам бар. Біздің штаб пәтеріміз Гонконг пен Малайзияда. Біз бүкіл әлем бойынша 50 кеңсесі бар 180-нен астам елде бизнес жүргіземіз. Өйткені біз 100 электрондық коммерциямыз. Дүниежүзілік экономикалық форум бізді әлемдегі ең ірі 300 дамушы компаниялардың бірі деп таныды. Бұл әлемдегі барлық компаниялардың, соның ішінде ірі мұнай компанияларының, автомобиль өнеркәсібінің және басқалардың ішінде Кнет әлемдегі ең жылдам дамып келе жатқан 300 компанияның қатарына кіреді. Бұл үлкен жетістік. Кнет демеушілеріне Formula One Racing, FIFA және MasterCard компаниялары кіреді. Түсін, біздің серіктестеріміз Біріккен Ұлттар ұйымы, Microsoft бізге техникалық қолдау көрсетеді. Ал HG әлемдегі ең ірі 5 банктың бірі. Біздің жыландыруымызды қамтамасыз етеді. Біз соңғы уақытта Лондондағы Манчестер Сити футбол клубымен серіктестік. Біз бұл соңғы серіктестікке өте қуаныштымыз. Өйткені футбол немесе футбол. Егер сіз американдық болсаңыз, бүкіл әлем бойынша нөмірі бірінші спорт түрі. Манчестер Сити футбол клубы Ағылшын лигасындағы ең жақсы клуб. Сондықтан олармен серіктестік орнатқанымыз таңқаларлық. Мен мақтанғым келмейді, бірақ Кнет табысты компанияға айналды. Біріккен Ұлттар ұйымымен Microsoft, HG және Манчестер Сити футбол клубымен серіктестік орнату әркімнің қолынан келе бермейді. Сондықтан кез келген компанияның заңды болу үшін қызметтердің және немесе тауарлардың қозғалысын қамтамасыз ету қажет. Кнет бүкіл әлемде табуға болатын ең жақсы және сапалы өнімдерді ұсынады. Қазір олардың барлығын айтып беруге уақытым жетпейді. Сондықтан мен біздің 7 өнім желісін қысқаша айтып өтейін. Оның біріншісі Швейцариядан келген швейцариялық қолдан жасалған сағат. Екінші жол біздің Кви клубы. Біздің Кви клубының арқасында сіз дүние жүзіндегі қонақүйлер мен курорттардың 80%-на қол жеткізе аласыз және осы қонақүйлер мен курорттарға 20%-дан 80%-ға дейін жеңілдік ала аласыз. Бұл өте қызықты. Келесі өнім желісі энергия мен сауықтыру өнімдері. Мұнда көп нәрсе істеу керек. Біздің кейбір өнімдеріміз сіздің денеңіз шығаратын электромагниттік өрісті теңестіре алады және сіздің өміріңізге бұрын болмаған жерде тепе-теңдік әкеледі. Келесі жол e-learning курстары. Сіз ғылыми дәреже ала аласыз. Сіз біздің халықаралық деңгейде танылған e-learning курстарымыздан барлығы туралы біле аласыз. Келесі қадам үйді таза ұстау. Бұл суды сүзудегі төңкеріс. Өйткені біз Жапония мен Германиядан Вайвота деп аталатын нәрсені жасау үшін мүлдем жаңа технологияларды қолданамыз. Ол туралы сіз біле аласыз. Қосымша ақпаратты интернеттен алыңыз. Сізге бұл бейнені жіберген адам. Келесі жол РП. Біздің ауа тазартқышымыз сіз бұрын соңды көрмеген ауа тазартқышты жасау үшін озық ғылыми инновациялар мен технологияларды пайдаланады. Ақыры бізде жеке күтім жүйесі бар. Мұнда тағы да көп нәрсе істеу керек. Парижден, Франциядан әжімдерді кетіретін және теріңізді тегістейтін сұлулық өнімі бар. Сондықтан сіз оны пайдалана аласыз. Бүкіл әлемдегі әйелдер оған тәнті болады. Бұл туралы және тағы басқалар туралы ақылсыз. Міне, бұл өнімдер және олар керемет. Бірақ сізді шынымен қызықтыратын нәрсеге көшейік. Яғни 97%-дан 3%-ға қалай өту керек. Сондықтан мен сізге Кнет бизнес үлгісі негізделген екі негізгі принципті көрсетуге рұқсат етіңіз. Өйткені біз өмірді осылай өзгертеміз. Кнет негізделген бірінші принцип біз под деп атайтын нәрсе. Енді мұны түсіндіру үшін мен сізге екі гипотетикалық жағдайды беремін және олардың біреуін таңдағаныңызды қалаймын. Бірінші сценарийде сіз маған 30 күн жұмыс істеуге келесіз. Айталық, Starbucks'та сен мен үшін жұмыс істейтін күн сайын мен саған 0 мен $100 беремін. Ол 30 күн бойы жалғасады. Содан кейін тоқтайды. Бұл сенің бірінші нұсқаң. Сенің екінші нұсқаң ұқсас сценарий. Сен маған MC Donald С-те 30 күн жұмыс істеуге келдің. Осы жағдайды қоспағанда, мен саған жұмыс істеген бірінші күні 1 цент төлеймін. Ал келесі күн сайын сома 2 есе артады. Осылайша екінші күні 2 цент, үшінші күні 4 цент, төртінші күні 8 цент аласың. Бұл 30 күнге созылады. Содан кейін тоқтайды. Осы екі нұсқаның қайсысын таңдар едің?
Адамдардың көпшілігі бірінші нұсқаны таңдайтыны анық. Өйткені жалпы сомасы 3 миллион долларды құрайды. Бірақ екінші нұсқа қайталану күшін пайдаланады, және Эйнштейн оны әлемнің 8-ші кереметі деп атады. Егер бірдеңе қайталану күшімен жасалса, ол керемет мөлшерге жетеді деді. МС Дональд Эсте 30 күн жұмыс істегеннен кейін қанша ақша табасың деп ойлайсың ба? Бұл жағдайда ол 10 миллион доллардан асады. Телефоныңды алып, өзің санадың. Мен мұны алғаш көргенде істеуім керек еді. Өйткені мен оған сенбедім. Өйткені бұл қайталанудың күші. Міне, Кнет негізделген екінші қағида ауызша сөз. Бұл бүкіл әлемде болып жатыр. Өйткені адамдар басқа адамдармен сізге ұнайтын немесе ұнатпайтын нәрселерді үнемі талқылайды. Мен, мысалы, Алиф Гардан мейрамханасындағы накки тауық сорпасын қатты жақсы көремін, және бұл туралы адамдарға айтамын. Мен осы жылдар ішінде зәйтүн бағына қанша клиент жібергенімді кім білсін. Олардың накки тауық сорпасы туралы айтып берді. Бірақ олар маған бұл бизнес үшін ақша төледі ме? Жоқ. Бір тиын емес. Елестетіп көріңізші. Мен зәйтүн бағына барғанымда бәрібір сатып алатынымды. Мысалы, тауық етінен жасалған тұшпара сорпасын сатып алғанымды елестетіп көріңізші. Мен дүниежүзілік нарыққа кетіңіз. Мен қалағанша зәйтүн бақтарын ашу үшін франшиза, мейрамхана салуға және жұмыс істеуге ақша жұмсамай ақ, мен қалаған әлемнің кез келген жерінде болғым келеді. Кнет дәл осылай істеп жатыр. Сіз кез келген жағдайда сатып алатын нәрсені аласыз. Мысалы, жеңілдікті демалыс. Тек бір рет, және сіз өзіңіздің 100%-дағы электрондық коммерция бизнесіңізді шетелде немесе әлемнің кез келген жерінде ашу үшін жаһандық франчайзинг құқығына ие боласыз. Сен қалайсың және тапқаныңды аударасың, ақша тікелей жергілікті банктегі шотыңызға түседі. Біз өмірімізді осылай өзгертеміз. Екі принципті. Дубляждың күші мен ауызша сөзді қолдана отырып, Кнет екілік жүйені жасады. Кнет көмегімен өміріңіздің траекториясын қалай өзгерту керектігін көрсетейін. Екілік кодтағы B2 дегенді білдіреді. Сондықтан, серіктесі болған күні сіз екі қолмен, сол және оң қолмен бақылау орталығын аласыз. Сен адам ретінде істеп жатқан істеріңді істеп жатырсың, және өзіңе ұнайтын нәрсені адамдармен бөлісесің. Егер біреумен жеке кездесуге мүмкіндігің болмаса, оларға мына видеоны жібер. Мен сен үшін сөйлесемін. Бірақ сен Кнет туралы ақпаратты екі адаммен бөлісіп жатырсың деп елестетейік. Онда бұл бизнес модель қайталану күшін пайдаланатындықтан, олар сенің істеген ісіңді қайталайды. Сонымен қатар ақпаратты екі адаммен бөліседі. Осылайша олардың әрқайсысы екі адаммен сөйлеседі. Ең қызығы осы, сен бұл адамдардың ешқайсысымен сөйлескен жоқсың. Шын мәнінде сен оларды тіпті танымайсың. Бірақ олар үшін Кнетте ақ аласың. Кнетте әртүрлі өнімдер нарықтағы сияқты әртүрлі құндылыққа ие, және сіз алатын нәрсеге байланысты бизнес үшін әртүрлі құндылық бар. Сізден сатып алған әрбір 1000 ұпай үшін сізге 3750 төленеді. Оң жақта 3000 ұпай. Онда сен $225 жалақы аласың. Сол жақта 3000 ұпай, оң жақта 9000 ұпай бар делік. Сен бәрібір $225 ғана жалақы аласың. Өйткені сол жақта 3 ұпай, ал оң жақта 3 ұпай болуы керек. Бұл жағдайда екінші қолыңдағы қалған 6000 ұпай қалған қолыңа сәйкес келгенше сол жерде мәңгі қалады. Демек, әр адамның өмірінде ықпал ету шеңбері бар. Бұл сенің көп уақытыңды бірге өткізетін 2-8 адам. Егер сен сенімді болсаң, бұл сенің өміріңді өзгерте алатынына, дәл қазір бүкіл әлемде болып жатқанына мұқият тексергеннен кейін. Оны ең қымбат адамдарыңмен бөлісуге не кедергі болар еді? Сізге оның қалай көрінетініне нақты мысал келтіруге рұқсат етіңіз. Енді келесі мысал үшін, барлығы серіктесі болған кезде, олар бір-бірден ұпай алады делік. Бұл одан әлдеқайда жоғары кез келген сома болуы мүмкін. Бірақ барлығы бір ұпай алады делік. Мен 3%-дің бірі болуға өте ынталымын делік. Сондықтан мен Кнетпен серіктестік орнаттым. Мен оны 2 адаммен бөлісіп жатырмын. Енді бірінші аптада менде 2 адам бар.
Тек бір адам сол жақта, екіншісі оң жақта жұмыс істейтіндіктен, мен осы бірінші аптада ештеңе төлемеймін. Сондықтан екінші аптаға көшейік. Олар менің істегенімді қайталайды. Міне, осы екінші аптада тағы 2 адам келді. Енді менің сол жағымда 3-еуі, оң жағымда 3-еуі бар. Енді мен алғашқы жалақымды $225 аламын. Үшінші аптадан бастап, әрқайсысы 2 адаммен бөліседі. Сондықтан қазір 4-еуі сол жақта, 4-еуі оң жақта, және олардың 3-еуі плюс 3-еуі болу керек болғандықтан, мен әлі де $225 жалақы аламын. Осы аптада менде тағы $1 қалды. Сондықтан, келесі аптаға көшсек, жағдайды жеңілдетейік, және қазір 8 плюс 8 бар деп есептейік. Бірақ менде бұл бар біреуі қалды. Сондықтан 9 және 9 болып шығады. Мен осы аптада 3 жалақы аламын. 5-ші аптада, мен 5-ші аптадан кейін жұмысымды тоқтатамын деп уәде беремін. Енді сол жақта 18-ші, ал оң жақта 18-ші. Сондықтан, мен қазір 6 жалақы аламын. Мен $350 аламын. 5 апта жұмыс істегеннен кейін, мен жалпы $200-400 таптым. Бұл қайталану күшін пайдаланудың бастапқы кезеңі ғана. Мен одан да көп нәрсеге қол жеткіземін. Айтпақшы, бізде Kned қолданбасы бар. Ол арқылы сіз қайда барсаңыз да телефоныңызда бизнесіңізді бақылай аласыз. Осылайша сіз таңертең оянып, ұйықтап жатқанда қанша ақша тапқаныңызды тексере аласыз. Бұл өте ыңғайлы. Kned серіктесі болудың 2 жолы бар. Қиын жол бар, ақылды жол бар. Қиын жолмен сипаттағанда естіледі. Сіз өміріңізде кез келген жағдайда сатып алатын іскерлік, құндылығы кемінде 1000 ұпай болатын нәрсеге инвестиция салып жатырсыз. Мысалы, жеңілдікті демалыс. Және сіз бір есептік жазбасы бар бақылау орталығын аласыз. Осы бизнес үлгісіндегі қайталанатын мүмкіндіктерді пайдалана отырып, сіз аптасына $1000, аптасына $3000, аптасына $5000 және одан да көп ақша таба аласыз. Бірақ сіз аптасына $3000 табасыз делік. Бұл қиын жол. Сіз 1000 ұпайдан бастадыңыз. Енді сол жақта дәл осындай жұмыс жасадыңыз делік. Сіздің желіңізде дәл осындай адамдар жұмыс істейді. Әйтпесе бәрі бірдей. Тек мұнда сіз 1000-ның орнына 1500 ұпайдан бастадыңыз. Мұнда сізде бір есептік жазбаның орнына 3 есептік жазба бар. Сенде 3 бақылау орталығы бар. Бұл бастапқыда үлкен мәселе емес. Бірақ сандар көбейген кезде, және солай болады. Бұл мұндағыдан 3 есе көп ақша болады. Ал қалғанының бәрі бірдей болады. Осы 2 жолдың қайсысын бастаған дұрыс деп ойлайсың? Мен бір жұмыс үшін аптасына $9 аламын ба? Әлде сол жұмыс үшін аптасына $3 аламын ба? Қайсысы жақсы? Мен оны шешуді саған қалдырамын. Мен бір нәрсені айтқым келеді. Сен Kned серіктесі болған кезде, ақша аспаннан жай түсіп жатқан жоқ. Сен жай ғана бірдеңе ала алмайсың. Бұл қажырлы еңбек пен адалдықты қажет етеді. Алайда, егер сен көп жұмыс істесең, бастығыңның бастығынан да көп ақша табуға болады. Сен дәл қазір мен оны алғаш көргенде ойлағаным туралы ойлайтын шығарсың. Жарайды. Бұл керемет естіледі. Бұл мағынасы бар. Мен сенің не айтып тұрғаныңды түсінемін. Бірақ бұл мен үшін жұмыс істемейді. Мен оны бұзудың қандай да бір жолын табамын. Мен сәтсіздікке ұшыраймын. Жарайды. Knedтегі ең нашар жағдайды қарастырайық. Мен бұрын бір апта ішінде 2 адаммен бөлісу туралы айтқан болатынмын. Сен ешкімді танымайсың ба? Әлде жалқаусың ба? Әлде басқа себептермен 2 адаммен бөлісу үшін 1 ай қажет деп есептейік. Және сіздің желіңіздегі барлық басқа адамдарда да солай болады деп есептейік. Олардың әрқайсысына 2 адаммен ақпарат алмасуға 1 ай уақыт кетеді. Осылайша, екінші айда сізде 4 адам болады. Өйткені екеуі ақпаратты екеуімен бөліседі. Және осылайша, 3-ші айда сізде 8 адам болады. Келесі айда сізде 16 болады. Бұл баяу қарқынмен жалғасуда. 12-ші айда қанша адам болатынын білесің бе? 4096, бірақ оларды теңестіру үшін 4000 деп айтайық. Сен 12-ші айда ғана $150,000 жалақы аласың. Ал егер сіз бұл ақшаны жыл бойына қоссаңыз, сіз $300 аласыз. Ал сен жалқау едің, және 1 ай бойы тек 2 адаммен сөйлесуге жұмсадың. Осы шындыққа бір сәт сүңгіп кет. Мынаны елестет. Енді ең нашар оқиғалардың ең нашарсын қарастырайық.
Нақты әлемде 100% сәтсіздікте, 100% сәттілікте жоқ. Тек 100% емес. Сондықтан 100% сәтсіздіктен сәл төмен түсейік. Және сіз уақыттың 99,5%-ында сәтсіздікке ұшырадыңыз делік. Бұл сіздің табысыңыздың бір ғана екенін білдіреді. 0,5. Сіз жыл бойы көп жұмыс істедіңіз делік. Және бұрынғы ең нашар сценарийдің орнына 12-ші айда 4 адам болған кезде сізде тек қана болды делік. 20 адам. Өйткені 4-дің 5% небәрі 20. Бұл сіздің бірінші жылыңызда сіз бар болғаны 20 табыс таптыңыз дегенді білдіреді. $775. Бұл әрине кез келген өлшем бойынша флоп. Бірақ сен шешімдісің, сондықтан алға ұмтыла бересің. Екінші курсқа өту арқылы табысқа жетесің. Сәтсіздікті одан сайын нашарлатайық. Осы сәттен бастап сіздің желіңіздегілердің барлығы уақыттың 99,75%-ында сәтсіздікке ұшырады делік. Бұл сіздің табыс көрсеткішіңіз тек қана екенін білдіреді. Бірінші, бұл абсурд. Бірақ бұл ең нашарлардың ең жаманы. Сондықтан біз оған тоқталамыз. Бас тартудың жаңа деңгейіне байланысты сізде бар 20 адам айына бір адамды да таба алмайды. Олар жыл бойы 10 адамды табады. Осылайша сізде 20 адам бар, және олардың әрқайсысы екінші жылға 10 адамды табады. Енді сізде 200 адам бар. Ал екінші жылы сіз нөлмен шамамен $7 таптыңыз. Бірақ бұл онша көп емес. Бұл әлі де сәтсіздік деп саналады. Бірақ сіз оны орындауға бел будыңыз. Мына 200 адам 3 курста 10 адамды тауып жатыр. 3 курста үлкен айырмашылық болып жатыр. Қазір сенің 2 досың бар. Сен биыл нөлдік табыспен $75 жасадың. 4-ші курсқа көшейік. Осы 2 жылда адамдар жылына $10 табады. Қазір сенде 20 адам бар. Ал биыл сен сол астрономиялық сәтсіздік пайызын пайдаланып, нөлдік ұпаймен $750 табасың. 5-ші жылы сен $7,5 миллион табасың. Демек, бір жерде арасында 4-ші және 5-ші жылдары сіз миллионер. Ал сен 99,75 жеңілгенсің. Әлемде 4-5 жыл ішінде өзіңізді жақсы көрсете алатын және миллионер бола алатын басқа сала жоқ. Мен қиын және ақылды жолды айттым ба? Мен саған ең ақылды жол туралы қысқаша айтып бергім келеді. Егер сен өз бизнесіңді 3 бизнес ұпаймен немесе одан жоғары балмен бастасаң, сол ең нашар сценарийді қолдансаң, сен 4-ші және 5-ші жылдардың орнына 2-ші және 3-ші жылдар аралығында миллионер боласың. Саған осы видеоны жіберген адам саған осы жоспар туралы толығырақ мәлімет бере алады. Бұл жай ғана ойланатын нәрсе. Егер сен мен сияқты болсаң, жарайды. Не болды деп ойлайсың ба? Мұның бәрі еліктіретін сияқты. Бірақ сен үндемеген тәуекелдің мәні неде? Мен саған шынымды айтайын, мен айтпаған қауіп бар. Біз мұны кешіктіру шығындары деп атаймыз. Бұл бейнені көруге кеткен бірнеше минуттың ішінде адамдар бүкіл әлем бойынша кнетке қосылды. Саған бұл бейнені жіберген адам оны саған ғана емес, бір топ адамға жіберді. Ал бұл адамдармен бөліседі. Егер сіз 3 айдан кейін кнетке қосылсаңыз, осы уақыт ішінде кнетке қосылған барлық адамдардан айырыласыз. Себебі сіз 3 ай күттіңіз. Осылайша сіз дәл қазір кнетпен серіктес бола аласыз және бәрібір тіркелетін барлық адамдар үшін ақы ала аласыз. Сізге қарамастан. Немесе сіз мұны дәл қазір жасай аласыз және осы ақшаның барлығын жасай аласыз. Егер бұл рас болса, мойындайық. Егер сіз осындай жолмен ақша таба алсаңыз, бұл шындық болса, біз сөйлескен кезде бүкіл әлемде адамдар жасайды. Сен бұл туралы менімен келіспеу үшін мүлдем ақылсыз болуың керек. Мен саған адамдардың өмірін өзгертуге кедергі болатын 2 негізгі себеп туралы ескерткім келеді. Осылайша сіз бұл туралы ойланып жатқанда, олардан аулақ бола аласыз. Бірінші себеп, не айтып жатқанын білмейтін адамдарды тыңдау. Ал екінші себеп,
не туралы айтып жатқанын шынымен білетін адамдарды тыңдамау. Егер сіз көршіңізден, анаңыздан, әріптесіңізден, пошташыңыздан сұрасаңыз, олардың барлығының бұл туралы қауесетке негізделген пікірі болатынына кепілдік беремін. Немесе өйткені олар бұрын бірдеңені дұрыс емес тәсілмен қолданып көрген. Компания және сәтсіздікке ұшырады. Саған мына видеоны жіберген адамның ішінде саған қажет ішкі ақпарат бар. Өйткені ол ішінде. Сондықтан оған кез келген сұрағыңды қой. Мен сенің осы бизнестің әлеуетін және табысқа жету үшін не қажет екенін түсінуіңді қалаймын. Сен Кнетке қосылғаннан кейін ақша аспаннан түспейді. Сен жұмыс істеуің керек. Көңілің түскенде алға ұмтылып, шаршаған кезде жүре беруің керек. Сонда ақша өздігінен келеді. Және әлемдегі кез келген басқа саладан айырмашылығы, кез келген адамның шыңға шығуына кедергі болатын ешқандай проблемалар мен қиындықтар жоқ. Сені тоқтата алатын жалғыз нәрсе, егер сен бас тартсаң, солай болды. Маған Кнет туралы ұнайтын жалғыз нәрсе, олардың ұраны. Бізде ырғақ сөзіне ұқсайтын аббревиатура бар. Адамзатқа көмектесу үшін көтеріліңіз. Кнетті дәл осылай анықтайды. Кнеттің негізінде адамдарды кедейлерден, қанағаттанбағандардан және бақытсыздардан байларға, іске асырылғандарға және бақыттыларға айналдыру миссиясы жатыр. Бұл қазір сіздің әдеттегі жұмысыңыздан өзгеше, өйткені сіздің жұмысыңызда бұл адам ең жоғарғы деңгейде деп айтатын бастығыңыз бар. Сенің бастығың сенің бақытыңа және сенің арманыңның бар жоғына мән бермейді. Егер сен кетсең немесе жұмыстан шығарылсаң, олар сені дәл солай істейтін басқа біреумен алмастырады. Кнетте сізде бизнес үлгісіне негізделген күшті, шынайы қолдау бар. Өйткені бұл сіз болсаңыз, сіз өз желіңіздегі адамдарды шабыттандырғыңыз келеді. Сен олардан сұрайсың. Алғашқы $300 тапқанда не сатып аласың? Бірінші адам, мен арманымдағы көлікті сатып аламын дейді. Екінші адам, мен үй алғым келеді дейді. Егер сен оларға осы армандарын орындауға көмектессең, көлік пен үй аласың. Сондықтан олардың табысқа жетуіне көмектесу сенің мүддеңде. Сен міндетті түрде істейсің. Сенің үстіңдегі адамдар сенің табысқа жетуіңе көмектесу үшін тауларды жылжытуға дайын сияқты. Сондықтан бұл өмірді өзгертетін экономикалық орталық. Мен саған айтқым келетін соңғы нәрсе. Өмір сүрудің екі жолы. Өмір сүрудің бірінші жолы марафон деп аталады. Марафонға қатысқанда сен жалғыз және өте ұзақ жүгіресің. Марафон осылай көрінеді. Сен жұмысқа барасың, үйге қайтасың. Бірнеше күн ауырып қалуың мүмкін. Бірақ кейін жұмысқа барып, үйге қайтасың. Сенде бірнеше күн демалыс болуы мүмкін. Бірақ сен жұмысқа барып, үйге қайтасың. Сен дүйсенбі күні таңертең оянасың. Сен оятқышты жек көресің. Өйткені сен өз жұмысыңды жек көресің және сәрсенбіні асыға күтесің. Онда жұмаға деген үмітің әлсіз болады. Сен істей аласың, өзіңіз бола алатын осы екі қымбат күнде өмір сүріңіз және сізге ұнамайтын адамдармен жұмыс істеудің және барлық кеңсе саясатымен айналысудың қажеті жоқ. Кейде сен оянып, мұңайып, депрессияға түсесің. Бірақ сен жұмысқа барып, үйге қайтуың керек. Өйткені өміріңде бірдеңе болып қалса, жұмысқа баруды және үйге келуді тоқтатыңыз. Басқа біреу сіздің үйіңізге бармайды, жұмысты істе, сонда ол үшін ақы аласың. Сенің табысың енді ғана тоқтайды. Ойын бітті. Адамдардың 97% осылай өмір сүреді. Өмір сүрудің басқа жолы эстафета деп аталады. Егер сіз адамдардың 3% өз өмірін қалай өткізетінін білгіңіз келсе, олар осылай өмір сүреді. Бір адам қысқа уақыт жұмыс істейді және олар өздерінің байланыс желісін құруда. Содан кейін олар эстафетаны басқа біреуге береді. Содан кейін ол адам қысқа уақыт ішінде өте көп жұмыс істейді, ал эстафетаны басқаларға береді. Ал келесі адам қайталап солай істейді. Егер бұл сен болсаң және 3 айлық круизге барғың келсе, ол үшін үнемі ақы алғың келеді. Және осы уақыт бойы жұмыс істемейсің. Сен мұны істей аласың. Бұл адамдар өздері үшін ақша тапқаны үшін жұмысын тоқтатпайды. Бұл еркіндік. Сен таңертең оянғанда барлық күйзелістерің жоғалады. Және сенің бүкіл әлемдегі жалғыз уайымың келесі жолы демалысқа қайда бару керек. Дәл осы жерде сен өз өміріңде ең терең қанағат сезімін сезінесің және өзіңе және жақындарыңа қалағаныңды қамтамасыз ете аласың. Олар ештеңеге мұқтаж болмайды. Бұл 3% осылай өмір сүреді. Олар армандаушылар. Олар бақытты және өздерін толыққанды сезінеді. Бұл бүкіл әлемде болып жатыр.
Неге болмасқа? Неге саяхатқа шығып, 3%-ға қосылмасқа? Сен бүгін тағы да армандаушы боласың.